Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен дыбыс үндестігі жайлы айтатын боламыз. Дыбыс үндестігі дегеніміз қатар келген екі дыбыстың бір-біріне ықпал етіп үндесуі. Дыбыс үндестігінің үш түрі бар. Ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал. Ілгерінді ықпал. Ілгерінді ықпал қатар тұрған екі дыбыстың біріншісінің өзінен кейінгі дыбысқа ықпал етіп өзіне ұқсатуы. Ілгерінді ықпалдың кездесетін орындары. Бірінші, сөз бен қосымша арасында қашса, қашша. Екі сөз арасында ақбалық, ақпалық. Күрделі сөздерде біріккен сөзде көз қарас, көз қарас. Тіркескен сөзде ала кел, ала ел. Қос сөзде құрбы, құрдас, құрбы, құрдас. Ілгерінді ықпалдың жазылуында ескерілетін орындары. Сөздің соңғы дыбысы дауысты немесе үнді я ұяң дауыссыздар болса, жалғанатын қосымшаның алғашқы дыбысы үнді немесе ұяң дауыссыздан басталады. Мысалы, терезелер, қаздар, терезеге, қазға, терезеден, қазбен. Ескерту: ш, с дыбыстарынан басталатын қосымшалар ілгерінді ықпал заңына бағынбай, сөздің соңғы дыбысы ұяң не үнді болса да, сол күйінде жалғана береді. Малсыз, кіріссіз, кімсің, құлыншақ, тілші. Екінші жағдайда сөздің соңғы дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс болса, оған жалғанатын дауыссыздан басталатын қосымшаның бірінші дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс болады. Мысалы, кітаптар, кітапқа, орақтар, ораққа. Ілгерінді ықпалдың жазылуында ескерілмейтін орындары. Бірінші жағдайда ш, с, ш. Яғни, сөз қатаң ш дыбысына аяқталып, оған жалғанатын қосымша с дыбысынан басталатын болса, айтылуында қосымшаның басындағы қатаң с дыбысының орнына қатаң ш дыбысы естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Жазылуы қашса болса, айтылуында қашша болады. Ашса, ашша, ішсін, ішшін. Біріккен сөздің бірінші сыңары қатаң дауыссыз дыбысқа бітіп, екінші сыңары б дыбысынан басталса, айтылуда б дыбысының орнына қатаң п дыбысы естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Жазылуы Жүсіпбек, айтылуы Жүсіпбек. Кеңесбек, кеңеспек. Қанатбек, қанатбек. Сөз тіркесінің алғашқы сыңары қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталып, екінші сөз ұяң б дыбысынан басталса, бұл дыбыс айтылғанда қатаң п дыбысы болып естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Алып бер, алып пер. Тоқ бала, тоқ бала. Біріккен сөздің бірінші сыңары немесе сөз тіркесінің бірінші сыңары дауысты дыбыс немесе үнді не ұяң дауыссызға бітіп, екінші сыңары қатаң к, қ дауыссыздарынан басталғанда, бұл екі дыбыс ұяң г, ғ болып естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Жиен құл, жиен ғұл. Қара көз, қара көз. Күз келді, күз келді. Ал енді кейінді ықпалға тоқталайық. Кейінді ықпал қатар тұрған екі дыбыстың соңғысының өзінің алдыңғы дыбысына ықпал етіп өзіне ұқсатуы. Кейінді ықпалдың кездесетін орындары түбір мен қосымша арасында. Басшы, басшы. Екі сөз арасында ақлақ, ағлақ. Күрделі сөздерде біріккен сөз есен келді, есен келді. Тіркескен сөзде 15, 15. Қос сөз астан кестен, астан кестен. Кейінді ықпалдың жазылуда ескерілетін орындары. Сөз қатаң к, қ, п дауыссыз дыбыстарының біріне аяқталып, оған дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанса, к, қ, п дыбыстары өзгеріп, ұяң г, ғ, б дыбыстарына айналады. Аяқ, аяғы. Күрек, күрегі. Доп, добы. Жақ, жаға бастады. Етістіктің түбірі п дыбысына аяқталып, оған көсемшенің үп жұрнағы жалғанса, п дыбысы өзгеріп, үнді у дыбысына айналады. Шап, үп жалғанса, шауып. Кеп, үп жалғанса, кеуіп. Сеп, үп жалғанса, сеуіп. Жап, үп жалғанса, жауып болып өзгереді. Кейінді ықпалдың жазылуда ескерілмейтін орындары. Жазылуы Жанғали болса, Жаңғали деп айтылады. Сенгім деп жазылса, Сенгім деп айтылады. Жан қайғы болып жазылса, айтылуында жаң қайғы болады. Сөз үнді н дыбысына аяқталып,
келесі сөз немесе қосымша Г, Г, Қ, К дауыссыз дыбыстарынан басталса, айтылуында Н дыбысының орнына ың дыбысы естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Сөз С, З дауыссыз дыбыстарының біріне аяқталып, қосымша Ш, С дауыссыз дыбыстарынан басталса, айтылуда С дыбысының орнына Ш дыбысы, ал З дыбысының орнына С не Ш дыбысы естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Жазылуы аш Ш болса, айтылуында ашшы. Көзсіз болса, көзсіз. Жаз Ш болса, жазшы. Біріккен сөз, тіркескен сөз және сөз тіркесінің бірінші сөзі З дыбысына аяқталып, екінші сөзі Ж дыбысынан басталса, айтылуда З дыбысының орнына Ж дыбысы естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Боз жан болса, боз жан болады. Сөз Н дыбысына аяқталып, екінші сөз немесе қосымша Б, В, П дыбыстарының бірінен басталса, айтылуда Н дыбысының орнына М дыбысы естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Жазылуы жан пейіс болса, айтылуда жам пейіс болады. Біріккен сөз, тіркескен сөз және сөз тіркесінің бірінші сөзі Қ, К, П дауыссыз дыбыстарына бітіп, екінші сөз дауысты не ұяң үнді дауыссыз дыбыстарынан басталса, бірінші сөздің соңындағы К, Қ, П дыбыстарының орнына Г, Г, Б дыбыстары естіледі. Мысалы, көкжиек, көкжиек. Біріккен сөз, тіркескен сөз және сөз тіркесінің бірінші сөзі мен екінші сөзінің аралығында екі дауысты қатар келгенде бірінші түсіріліп айтылады. Жазылуда бұл ескерілмейді. Жазылуында тора ала ат болса, айтылуында тора ала ат болады. Үшінші түрі тоғыспалы ықпал. Тоғыспалы ықпал қатар келген екі дыбыстың бір-біріне ілгерінді кейінді ықпал етіп екеуінің де өзгеріске ұшырауы. Біріккен сөз, тіркескен сөз және сөз тіркесінің бірінші сөзі С дыбысына аяқталып, екінші сөзі Ж дыбысынан басталса, айтылуда С мен Ж дыбыстарының орнына Ш, Ш дыбыстары естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Мысалы, дос жан болып жазылса, айтылуында досшан болып естіледі. Біріккен сөз, тіркескен сөз және сөз тіркесінің бірінші сөзі Н дыбысына аяқталып, екінші сөзі К, Қ дыбыстарынан басталса, айтылуында Н мен К, Қ дыбыстарының орнына ың, Г, ың, Г дыбыстары естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Мысалы, жазылуында есен келді болса, айтылуында есен келді болады. Егерде сіздерге бүгінгі ақпарат ұнаған болса, пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Біздің арнаға жазыла отырыңыз.